Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен органикалық класстарды жалғастырамыз, алкандардың номенклатурасымен танысамыз. Алдыңғы сабақтарда біз жалпы органикалық қосылыстардың номенклатурасымен танысқан болатынбыз. Бүгін алкандарға арнайы мысалдар келтіріп, олардың атауын халықаралық жүйе бойынша, IUPAC бойынша атап көреміз. Бірінші мысал, мынандай қосылыс. 6 көміртек, мында 1 көміртек, мында біреу, және мында біреу. Барлық жерде сутектер бар, оларды көрсетейік, сутектерді міндетті түрде. Осы қосылысты атап көреміз. Енді мұнда тек қана бір ғана функциялы топ бар, бұл алкандар, сондықтан негізгі қаңқаны анықтаймыз. Негізгі қаңқа ең ұзын тізбек болуы тиіс. Ең ұзын тізбек бізде көміртек, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп алатын болсақ, егерде басқаша көретін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 төменге де алды, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни ең максималды тізбек бізде 6 көміртектен тұрады екен. Сондықтан бұл гексан болады. Гексан деп соңында жазайық. Енді негізгі тізбекті біз былайынан көрсетейік. Қосымша радикалдар қай жерде және қандай радикалдар орналасқан? 1 метил, 2 метил, 3 метил. Сонда 3 метил қай көміртекте орналасқан? Қайсына бізде жақын? Мында бізге жақын айға. Сондықтан 1, 2, 3, 4, 5 және 6-дан бастаймыз. Енді 2-ші, 3-ші және 5-ші көміртекте бізде метил радикалдар орналасқан. 2, 3, 5, 3 метил қосылып гексан деп аталады екен. Келесі қосылысымыз бізде мында 4, 5, 6, 7, 8 көміртектен тұрады. Мында тағы да астына қарай 2 көміртек орналасқан және мында бізде 1 көміртек орналасқан. Сутектерін жазып көрсетейік. Бұнда да бізде барлық функциялы топтар алкан болып табылғандықтан негізгі ұзын қаңқаны ұзын тізбекті анықтаймыз. Мына жақтан бастап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Немесе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына ұзынырақ. Яғни негізгі қаңқа мынау емес, мына төменге қарай кеткені болып табылады. Себебі мұнда көміртектің саны көбірек, 9. Енді қайдан бастаймыз? Мындан ба, әлде мындан ба? Радикал қай жаққа қарай жақын, содан бастаймыз. Мындан бастасақ 1, 2, 3-ші топ көміртекте радикал, а мында басса 1, 2, 3, 4-ші көміртек. Сонда мына жақтан бізде ыңғайлы және жақын орналасады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. Енді қандай функциялы топтар бар? Бізде 1-ші метил және мында метил. 3-ші және 6-ші көміртекте бізде метил. Сондықтан 3-ші, 6-ші көміртекте диметил 9 нонан деп аталады екен. Келесі қосылысымыз бізде 1, 2, 3, 4, 5 және 6 көміртектен тұрады. Мында бізде 2 көміртек жоғары және төмен орналасқан. Және мында тағы 1 көміртек орналасады. Сутектерін жазамыз. Сутек, 3 сутек. Мында 3 сутек, мында 1 сутек бар. 2 сутек, 2 сутек және 3 сутек бар. Барлығы алкан негізгі ұзын тізбекті анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, жоғарыға да 6. Яғни ұзын тізбек осы деп ала берсек болады. Белгілейміз ұзын тізбекті. Радикалдарды анықтаймыз. Бізде ол метил, метил және метил. Сутекті біз қарастырмаймыз радикалды, тек қана метил. Сонымен бізде 3 метил радикалы бар. Негізгі тізбек 6 көміртектен тұрады. Гексан деп аталады. Гексан деп жазамыз.
Енді қай жағынан жақынырақ? Бізде екінші көміртекке жақынырақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сондықтан 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3 метил. Метил гексан деп атайды екенбіз. Келесі қосылымыз бізде көміртек, 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 жоғары қарай CH3, мұнда CH3, аста қарай CH2, CH2, CH3. Мұнда CH2, CH3, H, H3, H2. Осы қосылыстың негізгі қаңқасын анықтап көрейік. Мынадан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 көміртек. Мына жақтан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни осы бізде ең ұзын тізбек болып табылады. Оны көрсетейік. Міне, мынау негізгі тізбек, міне көріп тұрсыздар, ерек. Енді қандай функционал топтар бар? Міне. 3 метил тобы бар екен. Қай жағына метил топтары жақынырақ орналасқан? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Яғни мынадан бастаймыз. Сонда бірінші көміртек, екінші, үшінші, төртінші, мынау бесінші, және 6, 7, 8. Сонда бізде октан болады екен. 3, 5, 5. 3, 5, 5, 3 метил, 3 метил, метил, октан. Осылайша біз қосылысты атайды екенбіз. Енді осы жазылған қосылыстардың біз жалпы формулаларын анықтап, бір-біріне изомер болып болмайтынын анықтап көрейік. Бірінші қосылыстан бастайық, оның жалпы формуласын анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, яғни С9, H, жалпы формула қандай? CN H2 плюс 2. 18 плюс 2, 20 болады. С9, H, 20. Келесі анықтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. С11, 2 22 плюс 2, 24. H, 24. Бір-біріне изомер болып табылмайды. Келесін көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С9, H, 20 болады. Мына екі қосылыс бір-біріне изомер болады екен. Енді атауларын қарайық. 2, 2, 3, 3 метил гексан, 2, 3, 5, 3 метил гексан. Сонда метил топтарының әр жерде орналасуына байланысты бір-біріне олар құрылымдық изомер болып табылады екен. Келесі қосылысты қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. С11, H, 22, 24 болады. Сонда екі астыңғы қосылыс бір-біріне құрылымдық изомер болып табылады. Енді атауларын қарайық. 3, 5, 5, 3 метил октан, 3, 6 диметил нонан. Көрдіңіздер ғой? Сонда өте көп изомерлерінің түрі болуы мүмкін. Неғұрлым бізде қаңқаның тізбегі ұзын болған сайын изомерлердің саны көбейеді. Мысалға, ең қарапайым, егерде біз бутан алатын болсақ, бутан С4, H10. Оның бізде қандай изомерлері бар? Бутанның бутан болады, және изобутан. Екі изомер бар, изобутан. Сонда 4 көміртегі бар алканның бізде 2 изомері болады құрылымдық. Ал 5 көміртегі бар алканның бізде 3 изомері бар. Мысалға пентан, неопентан және изопентан. Және осылайша көміртек саны көбейген сайын алкандардың изомерлерінің саны да артады екен. Бұлар бізде барлығы құрылымдық изомер болып табылады. Сонымен оқушылар, бүгін біз алкандардың номенклатурасы және олардың әртүрлілігіне байланысты бір-біріне изомер болу мүмкіндігі де бар екен. Олардың жалпы формулаларын анықтап үйрендік. Негізгі қаңқаны анықтап, радикалдарын көрсетіп, атауларын IUPAC бойынша халықаралық атаумен атап жаздық. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.